Бүкіл әлемдегі кітапханалар білім мәдениеттің ошағы, жаңа ойлар мен тың пікірлердің мекені деп президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай, кітапхана саласының қоғамның рухани өркендеуіне қосар үлесі зор. Мен Өтегенова Айгүл Абдуллақызы кітапхана ісі мамандығын бітіріп, 13 жылдан аса осы салада қызмет етіп келемін. Сонымен қатар кітапханамызда түрлі іс-шаралар өткізілуде. Атап айтсақ, отбасы хрестоматиясының негізін салушы Санжар Керімбаймен кездесу. Дәстүрге айналған кітапхана түні. Кітапхана жазушылар мен алтын көпір екенін ескере отырып, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі Айзат Рақышпен кездесу. Республикалық бір ел бір кітап акциясы аясында жалпы халықты оқуға көрнекті жазушы, балалар әдебиетінің классигі 2024 жылы 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтетін Бердібек Соқпақбаев шығармаларын бірге оқу ұсынысы қабылданды. Зерделі сөздің зергер атты әдеби саз кеш өткізілді. Хан Тәңірі Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай Ақиық ақын атты кеш өткізілді. Өлкеміздің танымал тұлғалары, Ұлы Отан соғысының ардагері, Алматы облысы мен Қарасай ауданының құрметті азаматы, Қазақстанның құрметті журналисі, жазушы Үсенбай Тастанбеков атамызды еске алу кеші. Кітапханамыздағы түрлі акцияларымыздың бірі Буккроссинг акциясы аясында өзің оқы, өзгеге ұсын атты Open Air өтті. Кітапханамызда оқитын ұлт, тұлға, мейірім шуағы, бір көше, бір тарих, дәстүр мен ғұрып атты жобалар іске асырылуда. Дәстүрлі әдістерге қызмет көрсете отырып, біздің кітапхананың заманауи байланыс құралдарының көмегімен оқырмандарды тартуға жаңаша іс-шаралар түрлерін пайдалануға тырысамын. Кітапхана саласындағы жаңа технологиялық мүмкіндіктерді пайдаланып, Zoom платформасы арқылы жылдам оқу, мақал-мәтел, ақын-жазушылардың өлеңдерінен байқау сайыс өткізудемін. Әлемге танымал мотивациялық және психологиялық кітаптар, сонымен қатар кітапхана іс-шараларын қолданушылардың назарын бірден аударып, кітапхананың аудиториясын оқырмандармен толығына ықпал етті. Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл мамандық мен үшін мәртебелі. Қазіргі таңда кітапхананың мүмкіндіктері ұлғаюда. Өз мамандығыммен мақтанамын.